Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қиярды қалай жабу керектігінің құпиясымен және де құрамымен бөлісемін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, маған лайк басуды, комментария қалдыруды ұмытпаңыз. 3 килограмм қиярды бір ыдысқа салып, оның үстіне суды құйып, 30 минутқа қойып қоямыз. Келесі мен банканы осылай духовкаға салып булаймын, яғни стерилизировать етемін. Банкаларды осылай видеодағыдай қойып шығамыз және де астыңғы формаға 2 стакан су құю керек. Формадағы суға осылай 4 крышканы саламыз. Банкаларды духовкада 15 минуттай 170 градуста булаймыз. Келесі буланған банкамызға жаңағы қара бұрыш, чеснок, қызыл бұрыштарымызды саламыз. Ең алдымен осылай душистый қара бұрыштарымызды банкаға салып шығамыз. Енді чесногымызды саламыз. Егер чесноктарымыз осындай үлкен болса, 2 чеснок саламыз. Орташа болса 4 чесноктан саламыз. Қызыл ащы бұрышты 4 бөлікке бөліп, оның 3 бөлігін 3 банкаға саламыз. Келесі осылай укроптарымызды орап банкаға салу керек. Келесі видеодағыдай хрен жапырақтарын салып шығамыз. Қиярымыз дәмді әрі банкамыз атылып кетпес үшін шиенің 2-3 жапырақтарын саламыз және де қарақаттан да 2-3 жапырақтан салып шығамыз. Енді қиярды салып шығамыз. Ол үшін қиярдың 2 жақ басын осылай алып тастаймыз да тігінен орналастырамыз банкамызға. Қияр банкаға сыйғанша осылай тігінен орналастырамыз. Енді тігінен тұрған қиярдың бетіне осындай орташа қиярлар болса, көлденеңнен жатқызып саламыз. Егер сіздерде ұсақ корнишоны дейді ғой, корнишон қиярлар болса, онда тігінен сыйдыруға болады. Осылай барлық банкаға қиярды сыйғызып салып шығамыз. Достар, жаңағы 3 килограмм қияр 2 литрлік 2 банкаға сыйды. Қалғанын мен осылай 800 граммдық банкаға жабамын. Келесі банкаға ыстық суды құйып, крышкамен бетін жауып 30 минутқа қойып қоямыз. Келесі 30 минут тұрған қиярдың суын кастрөлге видеодағыдай құйып аламыз. Кастрөлдегі қиярдың суын қайнатып аламыз. Кастрөлдегі су қайнағанша біз банкаға жаңағы тұз, қантты салып шығамыз. 2 литрлік банкаға мен 2 ас қасық қант салам және де 1,5 қасық тұз саламын. 200 граммдық банкаға 1 ас қасық қант және де жарты ас қасық тұз саламын. Тұз қантымызды салып болған соң, бетін осылай крышкамен жауып қоямыз. Келесі кастрөлдегі суымыз қайнаған соң, оны банкаға ожаумен құйып шығамыз. Енді суымызды құйып болған соң, 70% уксусты құямыз. 2 литрлік банкаға 1 шай қасық уксус, 800 граммдық банкаға 4-5 тамшы уксусты құямыз. Келесі банканы закрывашкамен жауып шығамын. Маған осы закрывашка өте ыңғайлы. Келесі банканың крышкасы дұрыс жабылғанын білу үшін біз банкамызды осылай қисайтып төңкеріп көреміз. Егер крышканың маңайында су болмаса, онда дұрыс жабылғанын білдіреді. Жабылған банканы осылай төңкеріп, үстін жылы орамалмен жауып тастаймыз. 5 сағат өткен соң банкамызды қайтадан аударып қоямыз.